Alhamdulillahi Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті мұсылман бауырлар, Алла Субхану Тағаланың біздерге разы болып, кәмілдендіріп жіберген ислам дінінде хидаят жолында болғанымызға алхамдулилля, Аллаға мың шүкір, және осы хидаят жолынан Аллах біздерді тайдырмасын. Аллах Тағала біздерге бұйырған іс амалдарынан уағызымызды ары қарай жалғастыратын болсақ, Аллах біздерге Құран-ы Кәрімде өзіне құлшылық қылуға және ары қарай ата-анасына жақсылық, ата-аналарымызға жақсылық жасауымызға бұйырды. Оған дәлел мысалға Құран-ы Кәрімде Исра сүресі 22-35 аяттарда Алла Субхану Тағала біздерге «Вақада роббука алла та'буду илля ияху ва бил валидайни ихсана». Аллах Тағала біздерге өзіне құлшылық қылуды бұйырса, және әке-шешемізге жақсылық жасауды бұйырған. Онымен қоса Анкабут сүресі 8 аятта да Аллах Тағала біздерге бұйырып жатыр. Аллах Тағала өзіне құлшылық қылуға бұйырса, әке-шешеңізге жақсылық қылуға тағы да бұйырған деп. Ары қарай Лұқман сүресі 14-15 аяттарда да Алла Субхану Тағала біздерге бұйырып жатыр ата-анамызға жақсылық жасауға. Міне осы сүрелердің бәрін, аяттардың бәрін біздер қарайтын болсақ, осы аяттардан біздер нәтиже шығаратын болсақ, Алла Субхану Тағала өзіне ғана құлшылық қылуға, яғни өткен уағыздарымызда сіздерге үлкен күнәлар туралы айтқан болсақ, сол үлкен күнәлардың ішінде ең біріншісі үлкені Аллах Тағалаға серік қосу болатын болса, Аллах Тағала мына жерде біздерге бұйырып жатыр өзіне ғана құлшылық жасауға, яғни Аллахтан басқа құдай жоқ деп Аллахқа серік қоспастан құлшылық жасауға бұйырып жататын болса, екінші Аллахтың біздерге бұйрығы ата-анамызға, яғни әке-шешемізге жақсылық жасауға. Бұған тағы да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисіменен дәлел ететін болсақ, Абу Хурайра разияллаху анху риуаят еткен Сахих Бухарида Китабул Адаб деген жерін ашсаңыздар, сол жерде әдеп кітабы деген жерін ашсаңыздар, сол жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұйырған мына бір хадисте Абу Хурайра разияллаху анху риуаят етеді. Бір кісі келіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан мен дүниеде жақсылық жасамаған адамым қалмады дейді. Менен осы қалада көп адамдар жақсылық көрді дейді. Және енді мен кімге жақсылық жасайын дегенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оған анаңа деп бұйырған. Ары қарай ол кісі үш мәрте сұрағанда да Аллах Субхану Тағаланың сүйіктелісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям анаңа жақсылық жаса деп анасына бұйырған. Ары қарай төртінші сұрағанда енді барып әкеңе жақсылық жаса деген. Бұдан біздердің түсінгеніміз, жаңағы жоғарыдағы аяттардан, хадистерден біздердің түсінгеніміз, біздерді осы дүниеге келтіру, осы дүниеге, жарық дүниеге келуімізге себепші болған әкеміз бен шешемізге біздер жақсылық жасауға тиісті екенбіз. Кейбір неше түрлі тәрбиесіздердің сөздерінен, әке-шешесіне неше түрлі қатты сөздерді айтатындарға Алла Субхану Тағала мына жерде жаңа Исра сүресіндегі өзіне құлшылық қылуға және әке-шешеге жақсылық жасауға бұйырды деген болсақ, ары қарай аяттың жалғасында оның екеуі болмасам біреуі сіздердің жандарыңызда қартаятын болса, фәлә тақул лахума уффин, олған дейді. Ол екеуіне тіптен уф деген сөздің өзін айтып кейіс білдірме дейді. Ондай сөздердің ауыр болатындығы, әке-шешемізге ондай сөздерді айтудың өзі Алла Субхану Тағаланың алдында ауыр сөз болатындығын Аллах біздерге бұйырып жатыр. Фәлә тақул лахума уффин ва қул лахума қаулан карима. Оған дейді, ол екеуіне дейді, сіз дейді жақсы сөздерді айтыңыз дейді. Жақсы сөзбенен қарым-қатынас қылдыңыз дейді. Және ол екеуі сіздің алдыңызда, жаныңызда қартаятын болса, сіз оған жақсы қарым-қатынаста болумен қатар Аллахқа дұға қылыңыз дейді. Роббирхамхума кама роббаяни сағира. Я Раббым, мені кішкентай кезімде тәрбие еткендей, мені кішкентай кезімде тәрбие жасағандай, я Алла Тағала бұл екеуіне рахым, мейірім, шапағатыңа бөле деп Аллаға дұға қыл дейді. Ары қарай жаңағы аяттың түсіндірме түрде айтатын болсақ, Лұқман сүресі 14-15 аятта Алла Субхану Тағала біздерге ата-ана болған кезімізде қандай болуға тиісті екендігімізді тағы да бұйырып жатыр. Мәселен, Алла Субхану Тағала айтып жатыр, сіз дүниеге перзент келтіретін болса, аналар дейді, баласын 2 жыл емізуге тиіс екендігін. Яғни 2 жылды емізу баламыздың біздердегі анасындағы хақысы екен. Яғни сүтінің 2 жыл емуге тиісті екендігін бұйырып жатыр. Яғни осы 2 жыл емізуіміздегі ата-анамызға жасаған кезде, мәселен, ата-анамыз сол сүтін еміп жатқан кезімізде, болмасам кішкентай кезімізде ата-анамыз бізге қандай жақсы болып көрінетін болса, үлкейген кезде де біздерге сондай жақсы болуға тиіс.
Біздің ұстаздарымыздың бірі айтушы еді, сен кішкентай кезіңде әкеңді, анаңды жақсы көрем дейтін болсаң, үлкейген кезіңде, өз қолың өзің аузыңа жеткен кезде, бұлай өмір сүруге шамаң келген кезде, яғни ақыл тоқтатқан уақытында анаң саған жаман болып қалды ма дейді. Кішкентай кезінде анаң саған ақ сүтін берген кезде жақсы еді, үлкейген кезде жаман болып қалды ма? Міне осыдан біздердің түсінген нәрсеміз, Алла субханала тағала біздерге бостан босқа айтып жатқан жоқ екендігі. Бірінші өзіне құлшылық қылу, яғни намазымызға берік болып, намазымызды оқуға тиіс болатын болсақ, екінші Алла субханала тағаланың бұйрығы ата анамызға, әке шешемізге жақсылық жасау. Осы жерде бір заңды сұрақ туы мүмкін, бір кісі сұрауы мүмкін, мен әке шешем дүниеден өтіп кетті, мынау ислам болмай тұрған кезде, яғни намаз оқымай тұрған кезімде, дінді білмейтін кезімде әке шешем дүниеден өтіп кетті, енді мен әке шешеме қандай жақсылық жасасам болады деген заңды сұрақ туы мүмкін. Оған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Саад ибн Аби Ваққас деген кісі келіп, я Расулалла, мен анам дүниеден өтіп кетті, анама мен қандай жақсылық жасасам болады деген кезде шөл даладан құдық қазып, сол құдықтың суын ішкен адамның сауабы анама деп құдық қазып бер деген екен. Сол сияқты анаңыздың разылығы үшін, әкеңіздің разылығы үшін сондай бір жақсы амалдарды істеуге болады. Болмасам аталарымыздың мынандай нақыл сөздері бар, өте жақсы сөз. Әкең өлсе де әкеңнің көзін көргенде өлмесін деген. Яғни әкеміздің көзін көрген, анамыздың көзін көрген адамдарға біз құрмет көрсететін болсақ, солардың айтқанын бір әке шешеміз айтқандай бір сондай бір соларға бір жақсы құрмет көзбенен қарап, соларға бір мейірімімізбенен сондай жақсы қарым-қатынаста болатын болсақ, сол кезде әке шешеміз бізден разы болады екен. Міне ары қарай хадисті жалғастыратын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның Аллах тағаланың ашуы ата-ананың ашуында, Аллах тағаланың разылығы ата-ананың разылығында деген. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның осы хадисін айтқаннан кейін сахабалардың біразы мұңайып қалған екен. Және осы қараңыздаршы бауырлар, біздердің де осы дүниеде мұңаятын сәттеріміз аз емес. Ата-анамызға неше түрлі жаман сөздерді айтқан шығармыз, неше түрлі сөздерді айтқан шығармыз. Сондықтан бір мәрте өмірімізде бір сәт ойлануға тиістіміз, ата-анамызға жақсылық жасау керек екендігі. Бұл Аллахтың бұйрығымен қоса ата-анамыздың біздерге разы болған Аллахтың разылығы екендігін бір сәт ойлануға тиістіміз. Онымен қоса пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадис шарифінде Рогима анфуху деп, яғни 3 рет қайталапты осы сөзді. Мұрнымен жерді ышқапты, мұрнымен жерді сүйретіпті, мұрнымен жерді сүйретіпті деп. Сонда сахабалар сұрапты, я Расулалла, ол кім мұрнымен жерді сүйреткен деп. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан екен, әкесі мен шешесі қасында болып тұрып, әкесі мен шешесі тірі болып тұрып, соның разылығын ала алмаған адам мұрнымен жер сүйретіп алып барып тозаққа лақтырылыпты деген екен. Бұлардың осы хадистен біздердің түсінгеніміз бауырлар, ата-анамыз тірі болатын болса, бұл Аллахтың біздерге берген үлкен нығметі деп шамамыздың келгенше оған жақсылық жасауға тиісті екенбіз. Егер де бұрын мысалға бір қатты сөздерді сөйлеп қойған болсақ, ренжіткен болатын болсақ, Аллах тағаладан кешірім сұрап, анамыздың болмаса әкеміздің алдына барып кешірім сұрауға тиісті екенбіз. Егер олар дүниеден өтіп кеткен болса, кешірім сұра алмай қалған болсақ, өте қатты өкініште болып, қатты бір Аллах тағала кешір мені осыны деп Құдайдан тәубе қылып, қатты кешірім сұрап, енді ата-анамыздың көзін көрген адамдарға, болмасам ата-анамыздың осы пәленшенің баласай дегізетіндей жақсы іс амалдарды жасауға, жақсылық жасауға ұмтылуға тиісті екенбіз. Ал егерде керісінше жағдайда болатын болса, Аллах тағала біздерді қатты бір үлкен өкініште болады екен. Яғни жоғарыда айтқан үлкен күнәлардың бірі Аллаға серік қосу болатын болса, екінші сол үлкен күнәлардың бірі ата-анамызға қарсы келу, ата-анамызға неше түрлі сөздерді айту. Жаңа жоғарыда айтып кеттім, Аллах өзі тіптім тух деп кейіс сөзді айтпауға, фәлә тақуллахума уффин, ол екеуіне еш уақытта уф деген сөзді айтпа деп бұйырып жатыр. Сондықтан ата-анамыздың біздерге бұйырған бұйрықтарын біздер орындауға тиісті екенбіз. Міне бауырлар, біздердің қазіргі ақсап жатқан дүниеміз міне осы. Бұрынғы уақыттарда қарттар үйі деген нәрсе болмаған. Мысалға бұрынғы қазақ елінде, қазақ хандығында қарттар үйі деген нәрсе болмаған. Болмасам жетімдер үйі деген нәрсе болмаған. Болмасам сол сияқты бір
сондай нәрселер, бір мекемелер болмаған. Ал қазір қарасақ, сондай мекемелер, мысалға қарттар үйіне біздің мұсылман апаларымыз, мұсылман аталарымыз көбейіп бара жатыр. Бұл ненің ісі? Бұл сол дінсіз тәрбиеміздің кесірі деп. Ата-анамызға Аллах тағаланың бұйырғаны, ата-анамызға жақсылық жасауымыз керек екендігін Аллахтың бұйрығы деп орындамағанымыздың кесірінен сондай бір қарттар үйіне аталарымыздың, әке-шешеміздің көбейіп бара жатқан себебі осы. Ары қарай айтатын болсақ, мәселен, әйел адамның денесіне баланың бітуі уақытысынан бастап, әйелдің организмі сол балаға қызмет жасауының. Мәселен, көретін болсақ, осы бала денесіне біткеннен бастап, ол әйелдің бүкіл организмі сол балаға қызмет жасап жатқандығы. Мәселен, қан, кальций, сол сияқты баланың организміне керекті нәрсенің барлығы анамыздың организмінен біздер алып тұратындығымыз. Және онымен қоса біздер мысалы қазақ халқы кіндікті бір сондай бір мысалға жердің кіндігі, болмасын бір нәрсенің кіндігі деп айтатын болсақ, біздер сол анамыздың құрсағында жатқан кезде анамызбен кіндік арқылы байланысып жататындығымызды. Онымен қоса Алла субханала тағала біздерге ата-анамызға жақсылық жасауға бұйырғандағы тағы бір мәселе, біздер болашақта біздер ана боламыз, біздер ата-ана боламыз. Сол кезде біздердің балаларымыз біздерге қиын, сондай біздер ата-анамызға жаман сөздерді айтсақ, сол ешкімнің қолында кепіл жоқ, баласының оған сондай сөзді қайтармайтындығында. Мәселен, бір кісі өзінің әкесіне итаяқпен, болмасам ескі бір ағаш астауменен тамақ беріп жататын болса, бір күні баласы, яғни жаңа үлкен кісінің немересі ағаштан бір нәрсе жонып жатыр. Сонда әкесі сұрап, балам, не істеп жатсың десе, мен болашақта сіздер атама мынандай астауменен тамақ беріп жатырсыздар, сондай астауды дайындап қояйын деп, мен мына ағаштан сіздерге астау дайындап жатырмын. Сіздер қартайған кезде мен осы астауменен сіздерге тамақ беремін дегенде жаңағы кісі ойланып қалған екен. Онымен қоса неше түрлі осындай болған оқиғаларды көрсеңіздер, яғни біздер ата-анамызға қандай байланыста, қандай қарым-қатынаста болсақ, болашақта біздердің балаларымыз, біздердің ұрпақтарымыз біздерге сондай байланысты, сондай қарым-қатынаста болатындығын осы өмірден өтіп жатқан оқиғаларменен дәлелдесек болады. Ары қарай осы ата-анамызға жақсылық жасаудың Аллахтың бұйрығы екендігімен қоса, бұл ата-ананың разылығы, Аллахтың разылығы, ата-ананың ашуы, Аллахтың ашуы екендігін бір сәт біздер есімізден шығармауға тиістіміз, бауырлар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мүшриктерменен соғысуға жинап жатқан кезде бір сахаба пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям алдына келеді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жаңағы кісіден сұрайды, сен ата-анаң бар ма деп. Иә, ата-анам бар дейді. Сен қазір осы соғысқа шыққаныңда ата-анаң қандай халде қалдырдың дегенде, үйімдегі ата-анам жылаған күйінде қалды деген. Онда қайтадан бар да, ата-анаңды қандай жылатсаң, сондай күлдір, себебі жәннат аналардың аяғының астында деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан. Міне, бұл жерде біздердің түсінгеніміз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жәннат аналардың аяғының астында дегені, бұл жалпы баласына сондай мейірімменен, рахымменен баласын дүниеге әкелгеннен кейін мейіріммен, рахыммен емізіп отырған әйелдердің, және ары қарай діни, ислами тәрбие берген аналардың аяғының астында екендігіне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы хадиспенен дәлелдеп жатыр. Яғни көп адамдардың сонша жыл құлшылық жасап жете алмай жататын жәннат біздердің аналарымыздың аяғының астында екендігі. Және онымен қоса аналарымыздың аяғының астындағы жәннатқа біздер әшейін қалай болса солай жете алмайтындығымыз туралы бұл хадистен біздердің түсінгеніміз. Жалпы мұсылман бауырлар, Алла субханала тағала біздерге бұйырып жатыр ата-анамызға жақсылық жасауға. Аллаға мың шүкір, егерде ата-анаңыз тірі болатын болса жақсылық жасаңыз. Себебі Аллах тағала сізге үлкен мүмкіншілік беріп жатыр. Ал енді ата-анаңыз дүниеден өтіп кеткен болатын болса, сіз қатты сөздерді сөйлеген болсаңыз, қатты бір өкініп, Аллах тағаладан кешірім сұрап, шамаңыздың келгенінше ата-анаңыздың көзін көрген адамдарына, туыс бауырларына жақсылық жасауға, шамаңыз келгенінше жақсылық жасаңыз. Сол кезде Аллахтың разылығы, ата-анамыздың разылығы, Аллахтың ашуы, ата-анамыздың ашуы және жәннат біздердің бәріміз күнде 5 уақыт намаз оқып, Рамазан айында қиналып, ораза ұстап, қажыға барып, бір сондай бір Аллахтың бұйрығын орындап жете алмай жүрген жәннат біздердің анамыздың аяғының астында екен, бауырлар. Осыны бір мәрте ойланып, еш уақытта ұмытпауға тиісті екенбіз. Альхамдулилла, Аллаға шүкір, мені сіздерге жәннат ата-ананың
аягынын астында экендиги және ата-анамызга жакшылык жасауга бул Аллахтын буйругу экендигине шамамыздын жеткенче жеткиздик. Аллах Таала осы тура жолунан биздерди тайдырмасын. Аллах барлық уақытта осы ата-анамызға жақсылық жасаушылардың қатарынан біздерге нәсіп қылсын. Және егер ата-анамыз дүниеден өтіп кететін болса, Аллах оларды мейірім шапағат рахымына бөлесін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.